Саламатсыздар ма, құрметті көпшілік? Жаз кетті, күз келді, күн суытты. Бірақ сіздер ауырмаңыздар, тұмау-сұмауға бой бермеңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз той. Бүгін бір тойға бармадым, себебі тамағым ауырыңқырап, басым ауырып дегендей. Күздің мына күн күркіреп, жаңбыр жауып, аяқ-қол қақсап дегендей ғой. Сол той тақырыбын көптен бері қозғағым келіп жүрген болатын. Себебі барлығыңыз тойға барасыздар. Біздің оңтүстік өңірі өте көп той. Бұрындары біздің жас кезімізде тек қана зейнетке шықса анда-санда жасайтын, балалар үйленсе үйлену той жасайтын, анда-санда ғана 70 жас, 80 жаста жасайтын. Ал қазір білесіздер ғой, үйленгеніне 10 жыл, 5 жыл болса да жасайды, 30-ға, 40-қа толса да той жасайды. Сүндет той бұрын көп жасалмаса да қазір өте көп. Пенсияға, мысалы, зейнетке шығып, 63 жасқа толса да той жасап жатады. Той көп негізі. Құдай тойдан айырмасын деп қоямыз да, тойға бара береміз. Сол тойдағы тамадалардың, яғни асабалардың бәрінің жаттан сөздері жауыр болды, жалықтырды. Сіздерді қайда, мен жалықтым. Неге? Жамбыл облысының мысалы көп аудандарында боламыз. Жиі болмаса да барып тұрамыз. Жақында Луговой ауданына бардық, Сарысу ауданына, Жаңатасқа бардық, Жуалыға бардық. Қалада, Таразда өте көп, тойханада, тойда, соның тамадаларының бәрі, білмеймін, асабалар ізденбей ма, өздерін, мысалы, ой өрістерін, көзқарастарын, орысша кругозор дейді ғой, соны неге дамытпайды? Бәрі бірдей жаттап алған сөздерін айта береді. Тіпті жалықтырып жіберді. Бір ерекше елдерді иіріп алатын тамада асаба көрмедім. Айтатындары не? Шығып алып, ал қол шапалақтаңдар. Неге қол шапалақтамайсыз? Мен пәленше деген баламын. Сіздер сондай қатыгез екенсіздер деп бастады біреу тойын. Содан ақ ұнамай қалды. 60 жастарға көп барып жүрміз қазір. Қатыгезсіздер, қол шапалақтамайсыздар, қолдамайсыздар дегеннен бастайды. Ара-тұра тамада жаңағы асаба сөз береді, ара-тұра ішінде ойын ойнатады. Бәрі біркелкі ғой, ойындардың бәрі. Или би жарыс, болмаса жаңағы кейбір қыршаңқы сөздерін, қыршаңқы жаңылтпаш жұмбақтарын айтады. Мысалы, қандай сөз еді? Өткенде бір ойымда жүреді. Суыққа ең төзімді құс кім? Құс қандай дейді да? Елдер пингвин дейді, анау дейді, жоқ, ол акарачка дейді. Жатып кеп күлеміз енді, арзан күлкі негізі ше. Одан суреттегі, мына бала күніндегі белгілі тұлға, қазақтың белгілі тұлғаларын бала кезіндегі суреттерін жасырады. Мынау кім? Ой, бұл Тоқаев. Мынау кім? Мейрамбек Беспаев. Мынау кім? Қайрат Нұртас. Барлық жерде әзіл қалжыңдары да бірдей, ойындары да бірдей, билететін билері де бірдей болып кетті. Уже жаттап алдық тамадалардың, асабалардың сөздерінше. Ой, өлең жарыс, әнді ойнатады, или гитарамен, болмаса домбырамен тың еткізеді. Мынау қай өлең? Жаңа угадай мелодию деп бастайды. Шәмші Қалдаяқовтың бір-екі өлеңдерін бастап елді шулатып алады. Сөйтеді да Катюшаны жасырады. Ой, Катюшаны есімізде ғой, бала күнімізден білеміз, бірақ оны кім айта алады? Қайтарып жібереді. Сіз оңай сұрақ қояйын ба, жеңіл сұрақ қояйын ба деп өлеңді таппағандарды бір приз беріп қайтарып жібереді. Миллион алых розды қояды қайта. Юрий Шатуновтың өлеңдерін қояды қайта. Осы инстаграмнан кетпейтін Жәнібек дейтін бір кішкентай тамада асаба бала бар. Мен осы залда қандай мәшине көлік жүргізетін
Қыз келіншектер бар ма дейді. Бар десең, енді қызығып бірдеңе айтады береді екен десең, мен сондай жек көремін ондай әйелдерді дейді. Сен не айтып тұрсың дедім бір күні барып. Жек көремін не? Онда тұрған не бар екен дейді. Мен сені әжептәуір балама деп жүрсем, Жәнібек дейді. Ішіме сыймай айтқаным ғой. Неге олар ізденбейді? Тамада асаба жолдастар. Неге қызықты елді қызықтырып әкететіндей жол таппайсыздар? Білмедім. Сөздің басы сондай болғаннан кейін, мысалы мен кейде білім ілімнің бәрі кітапта ғой. Өзімде ылғи айтамын, Сейіт Кенжахметұлы дейтін атамыздың Жеті қазына дейтін кітабы бар. Ой, бұдан 21 жыл бұрын алыппын осы кітапты. Мақтанғаным емес, үйренетін заты көп бұның ішінде. Соның ішінде мысалы, жаңағы тойларда асабалар мысалы осындай сөздер жасырса, 3 байлық дегеніміз не мысалы ше? Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық қорадағы бессаулық. Оны қазақтар біледі. Әрі жастар үйренеді, әрі есте қалады. Мысалы ше? 3 данамыз кім? 3 арысымыз кім? 3 қат не? Мысалы ше? 3 ғайып, 3 арсыз не? 3 данамыз кім? Абай, Шоқан, Ыбырай. 3 арысымыз кім? Сәкен, Бейімбет, Ильяс. Біледі ғой, көп адам біледі. Келесі тойда дайындалып, мен дайындалып баруға тырысам, не жасырар екен бүгін деп, сол сияқты ғой. 3 қат дегеніміз не мысалы? Білесіздер ме? Жоғарғы қат аспан, орта қат жер үсті, төменгі қат жер асты. Мысалы да 3 қуат дегеніміз не? Ақыл қуат, жүрек қуат, тіл қуат дейді. Ой, айта берсе көп не? 3 даусыз не? 3 қадірлі дегеніміз не? 3 қадірсіз не? Бұның бәрін айта бермесін, жаңағындай шетінен айтып өтсе. Көп негізі 3 қуаныш, 3 биік, 3 асыл, 3 артық, 3 ынтымақ деген енді ізденсе өте көп екен. Өзіміздің салт дәстүрге байланысты деп айтып отырғаным ғой сіздерге. Біле жүрсін дегендей. Көп 3-ке қатысты 3 көз, 3 тоқтам, 3 кедейлік, енді бірде болмаса бірде үйренеміз ғой, жаттап аламыз ғой. Енді одан кейінгі 4 тұлға болады екен. 4 құбыла. 4 құбылан қандай десе, біреу білет, үлкендер білет, орта жастағылар, мысалы жастар білмейді деп ойлаймын. 4 құбыла. 4 құбылам тең деп айтады ғой. Сөйтсек олымыз біздің шығыс, оңтүстік, 3-ші батыс, 4-ші солтүстік екен. Міне, 4 құбыла. 4 маусым не? Көктем, жаз, күз, қыс. Оңай сұрақтар қоймаймын осындай. Мысалы да 4 бұрыш, 4 түлік, мысалы 4 түлікті атап өтіңізші десе де, мысалы түйе пірі ойсыл қара, жылқы пірі қамбар ата, сиыр пірі зеңгі баба, қой ешкі пірі шопан ата мен шекшек ата. Осындайлар неге жасырмасқа? Мысалы 4 мұрат дейді. 4 мұрат дегеніміз не? Қыз мұраты кету, жол мұраты жету, саудагер мұраты ұту, дау мұраты біту. Есте қалатындай нәрсе деп ойлаймын, бұл есте қалады. 4 мүлік болады екен, 4 қорлық болады екен, 4 халифа болады екен, 4 періште болады екен. Міне. 4 қылыш болады екен, 4 түрлі қылыш құлағымызға. Мысалы, біреу айтса, бір жерден естіген сияқтымын деп ойланып қаламыз. Ол 4 қылыштың біреусі хам екен, екіншісі сәм, үшіншісі Зұлбұхар, төртіншісі Зұлқажа деген екен. Зұлбұхар деген мысалы бір құда баланың аты болған. Сөйтсек ол кәдімгі 4 қылыштың біреу екен ғой. 4 кітап. Не 4 кітап дегеніміз не? Білесіздер ме? Білеміз, біреуміз білмейміз. Тәурат Мұсаның кітабы, екінші Зәбір Дәуіттің кітабы, Інжіл Исаның кітабы, Құран Мұхаммедтің кітабы.
кішкентай балаға мысалы мектеп жасындағыларға айтсақ, ол жаттап алады мысалы бұндайды. Үлкендер бізде біле бермейміз. Айта берсек көп, мысалы 4 пір болады, 4 күнә, 5 парыз, одан кейін 5 парыздар шығады екен. 5 парыз. 5 парызға не жатады? Енді сайрап айтып беретіндер болады. Ол 5 парызды мен енді атай салайын. Бірінші, Құдайдың бірлігі мен Мұхаммедтің пайғамбарлық қасиетін мойындау. Мұхаммед пайғамбарды мойындау, намаз оқу, ораза тұту, қайыр садақа беру, қажылыққа бару екен. Міне, 5 парызымыз не деген осындай. Енді 5 намаз, таң намаз, 5 намаз, екінді намаз, ақшам намаз, жашиық намазы деп аталады. 5 борыш не, 5 қару не, 5 қаруды білесіздер ма? Садақ пен қылыштан басқа ештеңе білмейді екен. Садақ, мылтық, найза, қылыш, айбалта. Міне 5 қару. 5 қаруын асынып батырлар шықты ұрысқа дегендей. 5 қаруымыз не деген сұрақ қойса, мысалы, ойланатын едік қой, тойда жапа тармағай. Енді анау Шатунов пен Алапугачеваның өлеңдері мезі қылды. Шыны керек қой. 5 жаратылысты білесіздер ма? Не ол 5 жаратылыс? Міне, оның бәрі мынау кітапта жазылған. Осы кітаптарды әдейі сіздермен мысал ретінде келтіріп отырғаным ғой. Мен бәрін білемін деп айтамайын, білмеймін. Осыны оқып отырып есте қалып отыр. 5 жаратылыс атап өтейін. Күн, ай, жұлдыз, күндіз және түнеген. Білесіздер ма? Мен білмеймін. 5 жаратылыс. Күн, ай, жұлдыз, күндіз бен түнеген. Міне, көрдіңіздер ма? Осындай сіздермен бөлісейін деп ішіме сыймай жүрген ойымды айтайын дегенім осы. Құрметті асаба жігіттер, асаба қыздарды көрген емеспін. Өзбек халқында бір әйелдер болған баяғыда, қазір де бар шығар. Өзбектердің, түрік халқының тойларына барып көрмеппін. Бізде қазақта ылғи ер азаматтар асаба болады, той басқарады. Ой, бір жаттан сөздерді жібереді дейсің, аналарды естіп отырып жалғамыз. Одан ылғи билейміз. Көкжигулиден бастап. Баяғыда көк көйлек, ақ көйлек сондай еді. Сол менің айтайын деген ойым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сау саламатта жолығайық.